Менімше оппозициялық күштер осы сайлауға қатысу керек міндетті түрде. Неге десеңіз, бүгінгі күнде биліктің партиясының жанындағы партиялармен бірге тек қана өздері ғана сайлауға қатысып, соңғы қалған қалдық оппозицияның күштері мүлдем жоғалтып қалсақ дұрыс болмайды. Келесіде бүгінгі күнді біз білеміз, мына оппозициялық партиядан бүгінгі күнді жалғыз ғана партия, ол жалпы ұлттық социал-демократиялық партия. Бұл партия осы күшін, бүгінгі күшін әбден жоғалтса, онда жаңа партияны құруға Қазақстанда мүлдем мүмкіншілік болмайды. Неге десеңіз, біздің партияларға арналған заң өте қатал. 40 мың адамдың қолдарын жинау керек, үлкен съезд өткізу керек. Мына биліктің қысымымен оны ешқашанда іске асыра алмайсың. Бүгінгі күнде Қазақстанның белгілі азаматтары өлтірілді, мемлекеттен тыс жүруге мәжбүр болғаны, мемлекетке келе алмай отырған тағы біліп отырмыз. Сондықтан жаңа бір күштер келіп жасайды деп өзім ойламаймын. Қолымыздағы барынды жоғалтпау керекпіз. Ол бір. Екіншісі, кейбір адамдар айтады, нағыз оппозиция бармау керек, біз бойкот жасау керекпіз. Менімше бойкот жасау үшін бірнеше оппозициялық партия болып, бірнеше партия бірден шықпаса, ол бойкот болып көрінеді. Ал жалғыз партия шықпаса, бұл бір көрсеткіш, сондықтан оның қажеттігі жоқ. Бүгінгі күнде мына сайлау таза болады, мына сайлауда жеңіске жетіп, парламенттің бірнеше мандатына ие боламыз деген ол бос сөз. Бірақ қатысудың арқасында қандай мақсатты дәлелдеу керек? Ең бірінші, оппозициялық демократиялық күштердің бірігуі, оппозициялық демократиялық күштерінің өз бүгінгі Қазақстанды өзгеретін бағыттарын дәлелдеу, халыққа жеткізу, халықпен жүздесіп, сол бағыттарды нақты пысықтау. Неге десеңіз, ол бүгін мәжілістің сайлауы мерзімінің уақытынан ерте өтіп отыр. Менімше, 1-2 жылдан кейін әлі не болады, Қазақстанның алдында қандай мәселелер тұр, жалғыз Алла ғана біледі. Сондықтан біз мына демократияға сенім жоғалтпаған, демократиялық күштермен бірге бірігіп, мына биліктің алдында нақты мақсаттарды қоя алатын жастарды қолдау керекпіз. Біз жастарға осы платформаны сақтап қалдыру керекпіз. Қазіргі кезде жастар осыны көтеріп ала келе алатын сондайтын жастарды табып, солар арқылы біз алдымыздағы сайлаударға дайындықты жоққа шығармау керекпіз.